Hello everyone. Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін біз Top Stars for Kazakhstan Grade 4 Lesson 6. Осы кітап бойынша 14-15 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Maths математика бөлімі Exercise 1 Listen, point and say. Тыңдауды тыңдап, көрсетіп, айтамыз. 0, 0, 1, 10, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 дегеніміз 30 болады. Келесі 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 дегеніміз 100, 200, 200, 350 дегеніміз 350, 672, 672, 1000 дегеніміз 1000. Exercise 2. Look at the picture and say how many items there are in the school library. Екінші тапсырмада суретке қараймыз. Мектеп кітапханасының ішінде қанша заттар бар санаймыз. Мысалға 30 bookcases. 30 сөрелер бар. 1000 кітап дегеніміз 1000 books. 62 компьютер 62 computers. 205 парталар 205 desks. 556 орындықтар 556 chairs. 120 қарындаштар 120 pencils. 97 өшіргіштер 97 rubbers. 85 ручка 85 pens. Келесі жаттығуымыз Exercise 3. Look and write. Сандарды қарап жазамыз. 67, 67, 110, 110, 400, 400, 589, 589, 880, 880, 1000. Дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма Exercise 4. Count the boys, girls, desks and the chairs in your classroom and write. Балалар 4-ші тапсырмада сыныпта неше ұл бар, неше қыздар бар, парталар, орындықтар, сандарын санап шығып жазамыз. Мен шамалап жаздым, сіздер санап жазыңыздар, е? 1, 20 boys, 2, 15 girls, 3, 15 desks, 4, 30 chairs. The next one, lesson 7. 7-ші сабақ, exercise 1. Look and write. Суретке қарап жазамыз. Біріншісі write, жазу. Екіншісі spell, әріптеп айту. 3, get up, орнынан тұру. Exercise 2. Read and complete. Балалар екінші тапсырмада оқып, толықтырып жазамыз. Қосылған сөздерді қолданып. 1. I usually ride my bike to school. Мен әдеттегідей мектепке велосипед теуіп барамын. 2. Арман has lunch at 3 o'clock in the afternoon. Арман түстен кейін сағат 3-те түскі тамағын ішеді. 3. Алма likes playing the guitar. She plays it very well. Алма гитарада ойнағанды жақсы көреді. Ол жақсы ойнайды. 4. Do you like watching TV? Yes, I do. Сен телевизор көргенді ұнатасың ба? Иә, ұнатамын. Exercise 3. Listen and circle A, B, C. Балалар тыңдауымды тыңдап, дұрысын белгілейтін боламыз. A немесе B немесе C. Балалар өкінішке орай менде тыңдауым жоқ. 1. Талғат likes ride a bike, playing the guitar, watching TV. Қайсы сәйкес келсе, соны белгілеңіздер. 2. Мадина never has breakfast in the morning, brushes her teeth in the morning. C. Rides a bike in the morning. Қайсы сәйкес келеді, соны белгілеңіздер. Exercise 4.
Use a capital letter to begin the sentence. Add commas where needed, a full stop, a question mark, or an exclamation mark. Балалар 4-ші тапсырмада қателерін дұрыстап жазамыз. Қай жерде үлкен әріппен жазу керек, сұраулы сөйлем қою керек, нүкте немесе үтір леппексін қойып шығу керек. Мысалы, бірінші сөйлемде үлкен әріппен басталады. Бұл сұраулы сөйлем, сондықтан сұрау қоямыз. Осылай қателерін тауып, көшіріп жазып аламыз. Exercise 5. Listen and repeat. How do you say these words in your language? Балалар 5-ші тапсырманы тыңдауында тыңдап қайталайсыздар. Бұл сөздердің аудармасы қалай болады өз тілдеріңізде? Music and computer. Computer, may, мамыр. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. The lesson is over. Bye bye. Сау болыңыздар балалар.